Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ шығатын тюльпан самсасын жасайтын боламыз. Өте керемет сочный болып шығатын болады. Міндетті түрде дәл осылай сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де менің каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Мен сізді өз каналымда күтетін боламын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Және де дәл осылай ортасын ашып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен крошка жасап алатын боламыз. Мендегі майдың пайызы 60%-лық май. Сіздер қалаған майларыңызды қолдана берсеңіздер болады. Және дәл осылай қолымызбен қыса отырып, ұнымыздың барлық жеріне жеткізіп, майымызды жақсылап араластырып аламыз. Және де құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дәл осылай болып шығады. Және де ортасын ашып, бір жұмыртқамызды, 3 ас қасық қаймағымызды, тұзымызды және де ұнымызға қопсытқышымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Егер де сіздерде қаймақ табылмаған жағдайда, қаймақтың орнына айран немесе сүт қолдансаңыздар болады. Дәл осындай қамыр шығатын болады сіздерде де. Енді қамырымызды қолымызбен жақсылап илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымыз жұмыс жасауға да өте ыңғайлы, құрамы толық май болғандықтан өте керемет қамыр болып шығады. Және де жасалу жолы да өте оңай. Қонақ келген кезде дастарханның басына дайындап жүргенге өте керемет әрі оңай дайындалатын самсалардың бірі. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік қамыр болып шығады. Енді қамырымызды салафанымызға салып, холодильникке 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен пияз және де картоп, тартылған ет қолдандым. Ең алдымен пиязымызды, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен езіп алатын боламыз. Кішкене пиязымыздың сөлі бөлінуі қажет. Және де араластырып алған соң үстіне 1 шай қасықтай қара бұрышымызды салып, және де тартылған етімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер де сіздер картопты ұнатпаған жағдайда тек пиязбен, тартылған етпен жасай берсеңіздер болады. Және де салмамыз құрғақ болып қалмас үшін арасына 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болды. Ол аралықта біздің қамырымызды дайын болды. Енді қамырымызды дәл ортасынан теңдей етіп 4-ке бөліп, дәл осы видеодағыдай етіп бөліктеп алатын боламыз. Егер де сіздерде таразы болған жағдайда таразының көмегімен барлығын 40 грамдай етіп бөліп алсаңыздар, барлығы біркелкі әдемі болып шығатын болады. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 25 штуктай тюльпан самсалар шығатын болады. Сіздер өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай құрамын көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Барлық қамырларымызды теңдей етіп бөліп алдық. Енді дәл осылай домалақ пішінге келтіріп жасап шығатын боламыз. Ол біздің қамырларымыз бір тегіс, бір көлемде жайылуына көмектесетін болады. Міне біз барлық қамырларымызды домалақ етіп жасап алдық. Енді беті құрғақ болып қалмас үшін дәл осылай мата дастарханның көмегімен немесе осылай салафанмен жауып қойсаңыздар болады. Енді қамырларымызды ұнға батырып, осылай домалақ етіп жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жая беріңіздер, ол піскен кезде өзі қамыры ісініп томпақ болатын болады. Сол үшін қамырын жұқа етіп жайыңыздар. Және де осылай ортасына қарай кесіп, ішіне салмасын салып, жақсылап түйіп алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай. Және де астыңғы жағында жақсылап түйіп алатын боламыз. Біздің салмамыз шығып кетпейтіндей етіп, жақсылап қысып, ашылып кетпейтіндей етіп түйіп алатын боламыз. Міне осылай түйіп алдық. Және де осылай бір шетін қайырып қойсаңыздар, піскен кезде өте әдемі көрінетін болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетейін. Дәл осылай қамырымызды домалақ етіп жайып алып, ортасына қарай кесіп, салмамызды салып, жақсылап орап түйіп алатын боламыз. Астыңғы жағын жақсылап бекітеміз. Және де шетін қайыра отырып, барлық тюльпан самсаларымызды дайындап алатын боламыз.
Міне дәл осылай барлық самсаларымызды түйіп алып, және де табамыздың астын майлап, дәл осылай араларын аша отырып, жақсылап орналастырып алатын боламыз. Барлық самсаларымызды дәл осылай орналастырып шығып, бетіне бір жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Барлық шетіне тигізіп, және де бетіне мен осылай күнжіт септім. Сіздер қара күнжіт, ақ күнжітті араластырып сепсеңіздер де өте әдемі көрінеді. Және де алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-40 минуттай беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Менде осында 2 таба болып шықты, және де қызып тұрған пешімізде беті сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсамыз пісіп шықты. Дәл осылай беті сап-сары болып пісіп шығады. Қамыры үгітілмелі, іші сочный болып, дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Және де қазақша контентті қолдап, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ол біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.